Анасы ұзақ уақыт шықпаған соң үйге кірген байғұс қыздың үстел үстінде тұрған мантыны көріп жүрегі тоқтап қала жаздады. Ағасы асыға бұралақтап аузына тығып жатыр екен. Әкесі енді ғана үстелге жайғасқан секілді. Бісмілләсін айтып қолын тамаққа соза бергенде Сәбина айқайлап жіберді. Жоқ, жемеңіз. Анашым, ол мантыны ашып кеткен қайда? Оны неге ағам мен әкем жеп отыр? Итке берем дегенің қане? Қызым, соған бола соншама айқайлап не көрінді? Сен кішкентай қызсың, тамақты аз жесең де болады. Ал мен әкең мен ағаң таңнан кешке дейін жұмыс істеп жүр. Қарындары ашып қалады. Кел, мен саған сүттен сүйікті ботқаңды дайындап қойдым. Әке, аға, жоқ жемеңіздер. Сәбина жүгіре барып тарелкадағы мантыларды жерге аударып тастады. Балжан қатты ашуланып қызының құйрығынан шапалақпен салып жіберді. Ақымақ қыз, тамақты неге төктің? Үндемеген сайын басыма шықтың ғой. Анашым, ағама қараңызшы. Балжан жалт бұрыла қарап еді, аузынан қан сорғалап жатқан ұлын көріп абдырып қалды. Сәбина бұрынғысынан да қатты шошып кетті. Балжан мен Серік не болғанын түсіне алар емес. Балжан қызын жұлқылап қояр емес. Сен қыз не істедің? Ол тамақтың ішінде не бар? Айт жаныңның барында. Анашым, мен. Айт деймін саған. Қызымен дауласып тұрғанда Ерқанат есінен танып құлады. Серік жедел жәрдем шақырып қойған болатын. Көп ұзамай жедел жәрдем бригадасы келіп ауруханаға алып кетті. Балжан ашуға бой алдырып, өз әрекетін байқамай сол күйде ашу үстінде кішкентай қызды есік алдындағы қоймаға қамап кетті. Шұғыл түрде Ерқанаттың бірнеше ішкі құрылысына ота жасалды. Ұлын уайымдаған ата-ана қыздарын мүлде ұмытып кетті. Түні бойы ауруханада болып, таңға жақын үйге келген соң Сәбина есіне түсіп, Балжан жүгіре қоймаға барды.